командасы. Құрмет қошеметтеріңіз. Құрметті қатысушылар, қонақтар және әділқазылар, сіз уақытты басқарып жүрсіз бе, әлде уақыт сізді басқарып жүр ме? Біз өзіміздің командамызбен бірге басшылық тайм менеджменті уақыт тапшылығы мен артық жүктемені тиімді реттеу тақырыбында зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Қазіргі басшының ең өзекті мәселесі көп жағдайда күн тәртібі нақты құрылмаған, басымдықтар айқын емес, соның әсерінен маңызды емес жұмыстар уақытты жеп қояды, негізгі мақсаттар прокрастинацияға ұшырайды, барнаут, эмоционалдық күйзеліс пайда болады, ұйымның даму қарқыны баяулайды. Мәселе таныс па? Әрине. Басқарушылық құзыреттілік және көшбасшылық тақырыбында жүргізілген сауалнама қорытындысында басшылардың 82% блокнот қолданатын болса, ал цифрлық құралдарды қолданушылар 18% болды. Қатысушылар приоритет қою әдісін қолданатын айтса да, нәтижесінде бәрібір үлгермей жататындығын көрсетті. Бұл әдістердің теориялық түрде белгілі, бірақ практикада дұрыс қолданбайтындығын айтылды. Барлық шешім бір цифрлық кеңістікте. Бұл озық платформасы. Платформа уақыт тапшылығы мен артық жүктемені, жоспардан тыс тапсырмаларды реттеп, делегирлеуді жеңілдетуге бағыттайды. Нәтижесінде жұмыс тиімділігі артады. Хаостан құтылудың жолы платформаның 8 модулінде. Бұл платформа мектеп директоры мен орынбасарларына арналған. Маңызды ой келе қалды. Жазып алдыңыз, бірақ қайда қалғанын білмейсіздер. Таныс жағдай ма? Сіздің идеяларыңыздың мәңгілік мекені блокнот модулі. Жай блокноттар ерекшелігі ойды ұстап қалу үшін 1 секунд, табу үшін 1 батырма. Ақпарат жазылған үйінде қалмай, әрекетке көшеді. Сіздің идеяларыңыз енді ұмытылмайды. Тапсырмалар әлгі модулінде көрініс табады. Модуль бұл жай ғана тізім емес. Бұл басшының 3-ші көзі. Модуль тапсырмаларды маңыздылығына қарай сұрыптайды. Шұғыл тапсырмалар жанып тұрады. Критикалық нүктеге жетпей жатып, басшыға сигнал береді. Бұл менеджменттегі нөлдік қателік принципі. Күнтізбе модулі. Блокноттан күнтізбеге 1 секундтық көпір. Күнделікті апталық айлық жоспарларды жүйелеп, уақытты нақты бөлуге көмектеседі. Жиналыстар мен маңызды шаралар бір-бірімен қабаттаспайды. Мерзімі ауыстырылған шараларды жылжыту арқылы реттеу қарастырылған. Мереке демалыс күндері модульде қол тигізбес аймақ, яғни сол күндерге ештеңе жоспарланбайды. Қоғаммен байланысты автоматтандырудың жаңа деңгейі бұл кері байланыс модулі. Мектептің әлеуметтік парақшасында бір ғана сілтеме арқылы сұрақ қоя алады. Бұл дайректте жоғалып кетпейді. Бірден біздің платформаға түседі. Жұмыстан тыс уақытта келіп түскен сұрақтар жүйеге автоматты түрде ертеңге ауыстырылады. Егер хабарламада шұғыл батырмасы берілсе, жүйе тұлғаға бірден белгі береді. Бір сілтеме шексіз мүмкіндік. Біз басшыға уақытты басқаруды, ал ата-анаға сенімділікті береміз. Елестердіңіздер, кешкі сағат 21:00 мектеп әкімшілігіне ата-анадан шағым түсті, немесе заңсыз талап қойылды. Эмоция өршіп тұр. Қате жауап берсе, үлкен дау боласады. Заңгер жоқ. Не істеу керек? Басшы заңгерді іздеп, жауап дайындағанша уақыт жоғалтады. Шешімі заңгер модулі. Бұл модуль нормативті құқықтық құжаттар бойынша жедел кеңес береді. Заңгерлік кеңес 5 секундта дайын. Жиі тек заңды айтпайды. Ол хаттың тонын психологиялық тұрғыдан жұмсартып, наразылықты тоқтатуға көмектеседі. Жиі ұсыныстары кеңес сипатында. Қорытынды шешімді әрине директор өзі қабылдайды. Бұл жай ғана чат-бот емес, бұл директордың қалтасындағы жеке адвокаты. Басшының ең үлкен қателігі неде? Ол жоқ дей алмауында. Әрбір 1 минутқа босызбай деген сұрақ бұл мектеп дамуының ұрланған уақыт. Өзін дамыта алмаған басшы мектепті де дамыта алмайды. Оның шешімі даму модулі. Ол ең басты байлық уақытты кері қайтарады. Адам миының ең жоғарғы концентрациясы 90 минут. Сол уақытта директор өзіне
уақытта белгілеп алады. Ол кезде өзгелерге директорды мазаламаңыз батырмасы көрінеді. Платформа әлеуметтік желідегі жарнамалар мен ақпаратсыз қоқыстың орнына сіздің сұранысыңызға сай инновациялық кеңестер ұсынады. Көз ойыны арқылы басшы аттестация біліктілік тесттеріне дайындық жүргізеді. Маңызды ақпарат бір батырма мен орынбасарларға жолдауға болады. Әділет кезек жүйесімен заңнамалық өзгерістер әрқашанда қоластында. Даму модулі арқылы басшы техникалық жұмыстан босап, нағыз стратегке айналады. Статистика модулі бұл мектептің денсаулығын 24/7 бақылайтын интеллектуалды кардиограмма. Есеп күту 0 секунд. Платформаны аштыңыз, цифрлар алдыңызда. Басшы енді интуициямен емес, нақты цифрлармен сөйлейді. Бұл соқыр басқарудан стратегиялық менеджментке өту. Модульдің басты күші ол қолжетімділігінде. Директор үнемі кабинетте отырмайды. Смартфон ашып, кез келген уақытта нақты мәліметтерді көре де бере де алады. Портфолио модулі жай ғана файлдар қоймасы емес, басшының цифрлық беделі мен капиталдың нүктесі. Аттестация кезінде айлап құжат жинақтаудың қажеті жоқ. Еңбегіңіз флешкада қалып қоймай, жүйе сіздің бүкіл жетістіктеріңізді дайын портфолиоға айналдырып береді. Озық платформасы ауданның 5 мектебінде апробациядан өтті. Нәтижесінде техникалық жұмысқа жұмсайтын уақыт 70%-ға қысқарды. Даму модулін қолдану арқылы шешімдер қабылдау. Екі есе артында кері байланыс модулі мен жүйесінің көмегімен мектептегі даулы мәселелердің 60%-ы оң шешімін тапты. Бастапқыда қағаз қолданған басшылардың 65%-ы озық платформасын тиімді деп бағалады. Бұл платформа бастапқы прототип, толық нұсқасын жетілдіру үшін біз әлі де ICT платформа тілін өзгеру, ұстаз платформасымен және егов порталдар күнделікпен интеграция жасау жоспарлануда. Озық платформасы жұмыс сапасын бағыттауға арналған кешенді құрал. Біздің өніммен бірлік арқылы кешегіні талдайық, идея арқылы бүгінгіні реттейік, әрекет арқылы ертеңгіні бірге қалыптастырайық. Озық командасына қолымен қошеметтеріңіз болса және сарапшылар тарапынан сұрақтарыңыз болса, мархабат. AI заңгер жауаптарды қайдан алып отыр? Әділет сайтынан алып отыр ма? Қойсын. Иә, байланыстарында. Директерді интеграция жасау арқылы. Тек әділет сайтынан алып отыр. Нау кезет сайты, әділет кезет сайты арқылы интеграцияланған. Бұл ұсыным ретінде береді, бірақ шешімді қабылдайтын жер. Бірақ уақытты тез өтпейді, да? Тез табады. Рахмет, өте бір заманауи жаңашылық ұсынысы жүктемелі пікір. Жаңа сіздер кері байланыста, ата-анамен кері байланысын шеттік. Сағатты нешеге? Ата-анамен кері байланыс уақыты, егер 18:30-ға дейін сұрақ түсетін болса, ол сол күнгі жұмыс тәртібімен қарала береді. Ал егер 18:30-дан кейін келсе, оған ата-анаға хабарлама түседі. Жұмыс уақытында сізбен байланысады деп. Және байқасаңыз, шұғыл батырмасы бар. Егер байланысқа өтініш беруші адам сол шұғыл батырманы басатын болса, ол бірден келіп түседі. Ол уақытты күткізбейді. Рахмет. Құралайымыз бек